Сәлем баршаңызға, сіздермен Алима бір жасағаннан шығатын 3 шоколадты торттың рецептімен бөлісетін боламын. Ақ түсті қалай шығаруға болатын, сүтті түсті қалай шығаруға болатын жолдармен бөлісетін боламын сіздермен. Бірінші бисквитімізді жасайтын боламыз. Керекті ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. 2 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып, біздің ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болу керек. Содан кейін барып жақсылап миксерлейтін боламыз. Шетінен қантымызды салып, бірге миксерлеп отырамыз. Жұмыртқамыз бен қантымыздың үстіне үй температурасында тұрған маргаринімізді салып, тағы да жақсылап миксерлейтін боламыз. Содан кейін үстіне какаоымызды, разрыхителімізді, ұнымызды салып, осы лопатканың көмегімен араластыратын боламыз, миксерлемейміз. Біздің қамырымыз тура осындай бірде масса болу керек. Форманың диаметрі 22, 20 қылып пісірсеңіздер де болады. Ол кезде сіздердің торттарыңыз сәл биіктеу болады. Менің пергаментім пакланға пісірсеңіздер, сіздердің бисквиттеріңіз қағазға жабысып қалмайтын болады, яғни пергаментке. Қызып тұрған 250 градустағы пеште 15 минут немесе 20 минут пісіріп аламыз. Біздің бисквитіміз жұқа болғандықтан өте тез пісетін болады. Бисквитімді пісіріп, суытып, дайындап қойдым. Енді біз муссымызды жасайтын боламыз. Бірінші қара шоколадтан жасайтын боламыз. Бізге керекті ингредиенттер: қара шоколад, сүт, сливки, творожный сыр, желатин, су. Менде мына жерде қант қана қойылмай қалған екен. Қант бір анда міндетті түрде қосатын боламыз. Видео барысында көрсететін боламын. Бізге блендер керек болады, ол міндетті түрде осындай шұңғылдау темір ыдыс керек. Бірінші желатинімізді суымызға құйып, жақсылап араластырып қоямыз. Суымыз міндетті түрде салқын болу керек, жылы су болмайды. Жақсылап араластырып, біздің желатиніміз бұққанша қойып қоямыз. Желатиніміз халал болу керек. Магазиндегі желатин деген халалсыз желатиндер жарамайды, тек қана халал деген желатинді қолданыңыздар. Егер де ондай желатин жоқ болса, онда агар-агар қолдансаңыздар болады. Енді сүтімді осындай шұңғылдау ыдысқа құйып, қантымды салып, видео барысында түспей қалған, қантымды салып газға жай отқа қойып қоямыз. 1-2-3 минутқа ғана. Біздің сүтіміз кішкене ғана жылу керек, қантымыз еру керек. Суыған бисквитімізді тез формаға салып дайындап алу керекпіз. Ол үшін біз пышақтың көмегімен бисквитімізді кольцомыздан ажыратып аламыз. Осылай тура видеодағындай. Бисквитіміздің үстіне кольцомызды қоямыз, оның ішіне пергаментті саламыз. Мен сіздерге үй жағдайында жасалу жолын көрсетіп жатырмын. Негізінде бар болса, ацетатная пленка қойсаңыздар тіпті жақсы болады. Егер де сіздерде онда жоқ болса, осыны пергаментпен жасай берсеңіздер болады. Тек пергаменттеріңіз паклан болуы міндетті. Муссымыз әдемі көріну үшін осындай пищевая пленка немесе ацетатная пленканы қолданамыз. Біз мусты шешкен кезде біздің муссымыз теп-тегіс болып тұру керек. Егер де құры кольцоға жасайтын болсаңыздар, сіздер мустарыңыз жабысып қалатын болады. Оны пышақпен ажырату керек болады. Сол кезде мустарыңыз әдемі көрінбейтін болады. Сол үшін осындай пленкалар қолданатын боламыз. Кольцоларыңыз бисквитқа нығыз тұруы қажет. Егер де кольцоларыңыз нығыз тұрмайтын болса, онда кәдімгі пришивканы, кір қыстыратын пришивканы қолданып, міндетті түрде кольцоларыңызды нығыз тұратындай қылып қойыңыздар. Сол кезде мустарыңыз ағып кетпейтін болады. Сүтімді газға 2-3 минутқа қойдым. Сүтім ысыды, ішінде қанты бар. Бағана айтып кеткенімде, енді қантымызды осылай араластырып, қантымызды ерітіп аламыз. Қантымыз мүлде толықтай еруі қажет. Содан кейін барып сүтімізді шоколадымыздың үстіне құйып, 2-3 минутқа шоколадымыз ерігенше қойып қоятын боламыз.
сливкимди видеоға түсіргеннен кейін холодильникке салып қойған болатынмын. Холодильниктен алып салқын сливкимізді миксермен миксерлейтін боламыз. Сливкиміздің консистенциясы осындай жұп-жұмсақ болу керек. Желатиніміз бұқты микроволновкаға немесе водяной парға қойып, біз желатинімізді ерітіп аламыз. Шоколадымыздың үстіне желатинімізді құйып, блендердің көмегімен екі массаны біріктіріп аламыз. Творожный сырымызды салып, тағы да блендермен біріктіретін боламыз. Блендерлап алған массаларымызды сливкиміздің үстіне салып, жақсылап араластырып аламыз. Видеоға түспей қалыпты. Мусымызды бисквиттің үстіне құйып, морозилкаға 15 минутқа, немесе холодильникке 20 минутқа біздің мусымыз қатқанша салып қоятын боламыз. Қара шоколадты мусымыз қатқанша сүтті шоколадты мусымды жасайтын боламыз. Тура қара шоколадты мусты қалай жасадық, тура солай жасайтын боламыз. Қыздар мен шоколадтарының барлығы магазиндегі кәдімгі плиточный шоколадтар. Қара шоколад пен сүтті шоколадтың ерекшелігі болу үшін, сүтті шоколадымыз кішкене ақшылдау болып көріну үшін біз сүтті шоколадымызға 2-3 граммдай ақ краска қосатын боламыз. Бұл міндетті. Егерде ақ краска қоспасаңыздар, сіздердің қара шоколад пен сүтті шоколадтарыңыздың түстері бірдей болып қалатын болады. Қара шоколадымыз қатты, морозилкаға 15 минутқа салып қойдым. Енді осы қара шоколадтың үстіне сүтті шоколадымызды құямыз, айландырып отырып құямыз, себебі біздің қара шоколадымыз толық қатпауы мүмкін. Ортасы ойылып қалмас үшін құйған кезде айландырып отырып құйып, қайтадан холодильникке немесе морозилкаға салып қоямыз, екінші мусымыз қатқанша. Енді ақ мусымызды жасайтын боламыз. Қыздар, енді ақ шоколадтың секреті ол ақ краситель қосамыз. Ол да міндетті, себебі біз құр ақ шоколадтың өзімен жасайтын болсаңыздар, сіздердің мустарыңыз әппақ болып шықпайды. Қанша ақ шоколадпен жасасаңыздар да, ол әппақ ақ мус болып шықпайды. Сол себептен міндетті түрде ақ краска қосатын боламыз. Қыздар, мына менің 3 шоколадты мус тортым дайын болды. Мустарым толықтай қатты. Мен морозилкаға қатырып отырдым 15 минуттан әр қайсын. Қазір шешіп барлығын көрсететін боламын. Енді ауызға салса еріп кететін. Шыны керек, бұл торты бірінші рет жасап тұрмын. Бірден шыққан, өзімнің көңілімнен шыққан торт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ауызға салса еріп кететін торт дәмі деген ерекше болады. Егерде видеоны дәл осы жеріне дейін көрсеңіздер, егер менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы.